Қайырлы күн, менің YouTube арнамның оқырмандары, қалдарыңыз қалай? Көптен бері сіздерге видео жазбадым, қолым тимей жатыр, уақыт болмай жатыр. Бүгін сіздерге мен 0 және 3 ай аралығында, немесе 1 және 3 ай аралығында бала қандай навыктарды жасай алу керек, қандай дағдыға біз оны үйрете аламыз. Сіз мысалға роддомда, мысалға бізде 2 күн или 3 күн жатқызады, 2-3 күннен кейін уже баланы үйге келгесін міндетті түрде ішпен жатқызып үйретеміз. Бастапқыда секундтан бастаймыз, азғана үйрете бастаймыз, кейін уже 5 минут, 10 минут, 15 минут осылай баланың іште жату уақытын көбейте береміз. Ол іште жату бізге қалай көмектеседі, қандай артықшылығы бар, көбіне мысалға мамашалар баланы жыласа көтеріп ала салады, кішкене жылайды көтеріп ала салады, олай негізі болмайды. Бала енді бастапқы 1 ай кезінде бала көп ұйықтайды, 22 сағатқа дейін ұйықтайды. Ондай уақытта кішкене болса да, мысалға жарты сағатқа оянса, балаңыз 5 минут хотя бы іште жатқызып, жылағанша жатқызып алып үйретесіз. Ал енді сіз ол баланы қайта-қайта жылаған сайын көтере беретін болсаңыз, ішпен жатқызып үйретпейтін болсаңыз, онда ертең бала басын көтермейді дейсіз. Мойын қисықтығы, яғни кривошея пайда болады содан. Одан кейін тонусы да қатты болып кетеді баланың. Іштен жатпағаннан кейін ол алдағы уақытта жаңағы жорғалай алмайды, жылжи алмайды алға қарай, ең болмаса еңбектей де алмайды. Сондықтан осының барлығын біз ескереміз. Бұндай нәрселерді болдырмас үшін біздер баланы ішпен жатқызып міндетті түрде үйретеміз. Одан кейін күнделікті таңертең және кешке пассивті гимнастика деген бар, яғни кәдімгі баланы қолына, аяғына жаттығулар жасаймыз, қарапайым ғана жаттығу. Оны мен тағы да бір видеомда көрсететін болам. Одан кейін баланы өз денесімен таныстыру, яғни ол дегеніміз не? Баланың қолмен қол және қолмен аяқ деген техника бар. Ол яғни бала бірінші өзінің қолын тани бастайды, қолын сора бастайды. Сол кезде ол балаға біз қолына мынандай шепчиктер болады ғой, кигізіп қоямыз, ол дұрыс емес негізі. Бала өзін танып, өзінің қолын сорған кезде өзінің денесін тани бастайды. Сөйтіп бала мына оң қолын сорады, және сол қолын сорады. Екеуін алма кезек сору керек. Егерде бала тек қана оң қолын сора беретін болса, онда бала бір жаққа қарай кривошея болады, бір жаққа қарай тонусы қатты болып кетеді, және поза банана тәріздес болып қалады. Сондықтан екі қолды алмастырып отырамыз. Мына қолды сорды ма, мына қолды сормай жатыр ма, мысалға, сол қолын сормай жатыр ма, сіз оны үйретесіз. Ол кезде мына қолды ұстап отырасыз. Бұл қолды ұстап отырасыз, мына қолға қолын апартасыз, мынаны таныстырасыз, міне, мынаны да соруға болады деп, Ол мысалға бір жақты сору неден пайда болады? Сіз егер баланы тек бір жағыңызға қарай былай ұстай берсеңіз, бір жағыңызға қарай емзей берсеңіз, бір жақты тек көтере берсеңіз, былайынан мысалға, сондай уақытта бала бір жаққа қарай қарап қалады. Сол үшін қолды да алмастырып отыру керек. Мына жаққа да, мына жаққа да ауыстырып отыру керек. Одан кейін баланы аунауға үйретеміз, Енді 3 ай болып қалды, мысалға, бала уже хотя бы, мысалға, сіз оң жағы қырымен жатқыздыңыз ба, ол бала сол қырымен жатқан күйінде ішпен аунап кету керек. Или болмаса сол жағына жатқыздыңыз ба, ішпен аунап кету керек, Ең болмаса осындай әрекеттерді жасай алу керек. Яғни бұл аунауға үйретудің жаңағы алдыңғы этаптары. Одан кейін тағы да бір нәрсе, маңызды нәрсе, ол мынау шынтаққа опора жасату. Міне сіздерге көрсетейін. Міне бала жатады ғой, мысалға, былай ішпен жатады, ішпен жатқан кезде мына шынтақты жерге қойып жату керек былайнан. Былай емес, былайнан жерді тіремеу керек. Қолмен тіреу 3 айға дейін, 4 айға дейін ол ерте болып саналады. Қолмен тіреу не үшін керек? Бізге ол еңбектейтін кезде керек балаға да. Ол анау 6 айында, 7 айында,
и то 6 айында бала еңбектеуге әлі ерте. Ең бірінші бала жорғалайды, иә. Жорғалау үшін балаға мына шынтақ керек болады, иә. Сіздерге түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Міне мына немен қолмен мынаумен зырғиды, өзін бүйтіп алға қарай тартады, аяғын тірейді, и сөйтіп ол жорғалап бастайды. Сондықтан аналар, осындай нәрселерді сіздер қадағалап отырыңыздар. Ескеріңіздер, иә, балаларыңыз қазір қандай навыктарды жасай алып жатыр. Жасамай жатса, маған комментарийге қалдырыңыздар. Мен өзім оқып, сіздерге ары қарай жауабын айтатын боламын. Егер де осы ақпарат ұнаған болса, басқа адамдарға таратып, пайдалы ақпаратпен бөлісіп, аналармен бөлісіп қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.